Дүниедегі ең жаман нәрсе сұрамшақтық қой. Совет одағының гимн, әнұран, шүрет жазған Сергей Михалков қандай өмірбаянын оқысаңыз тектей. Ғажап. Неге? Әскерде жүргенде Сталин Совет одағының гимнің сөзіне, өлеңіне байқау жариялапты. Сонда сарбаз, жас жігіт, ешкім танымайды. Сергей Михалковты бір сары қағазға жазып жібере салған екен. Сол 600 ақынның ішінен Сталин Сергей Михалковтың өлеңін қабылдап алып, соны бекіткен. Сөйтіп шақырған. Сталин шақырды деген жан иманы қалмаған ғой Михалковтың. Ойырмай бірден бүлдіріп қойдым ба, атылып кетем бе, қамалып кетем бе деп барса, айтыпты, құттықтаймын мен сені, поздравляю. Совет одағының гимнін сен жазды, саған не керек дейді. Сергей Михалков айтады, ол маған ештеңе керек, ол машина сұраса да, жағдай сұраса да, үй сұраса да берейін деп тұр. Жағдайдың бәрін жасайын деп тұр Сталин. Не керек дегенді айтыпты. Совет одағының гимнінің өлеңін жазған Сергей Михалковтың гимн бекітемін деген авторучкаңызды, қол қойған ручкаңызды берсеңіз болды депті. Сонда сол ручкасын Михалковқа бергенде бүкіл Правда, Известия, одақты газеттердің бәрі басқанда бірден белгілі болып кеткен Сергей Михалков. Неге? Сталин гимн бекіткен ручкасын берді Михалковқа. Тәлім ба? Тәлім. Тәрбие ме? Тәрбие. Таным ба? Таным. Тағылым ба? Тағылым. Сол кейін Совет үкіметі тарағаннан кейін Сергей Михалков 90-дан асқан шағында Америкада дүниежүзілік атақты мемлекеттердің басшыларының тұтынған затын сатып алады аукционнан. Сонда Сталиннің әшейін бере салған ручкасы сол аукционда $1,5 миллион өтіп кеткен. Міне, тектілік деген. Ол өзі кейін келеді ғой. Әр істің бір қайырымы бар деген сөз осы. Адам ешқашанда айтады ғой, мына көзін сатып деген. Көзін сату деген, ол өзін сату деген сөз. Алақаныңды жайып, осы бірдеңе дәметіп жүргеннен гөрі, тап-таза жүрсең, сенің артыңнан қуып келеді Бақдәулет. Немесе алдыңнан тосып тұрады. Мен осыған әбден көзім жеткен адам.